Мұстафин Тұхман сөздеріне yazılған Киік Басвар романсы Рүстем Яхин ижадыныңіншісі болып тұрады. Ол юғары талантлы шәхес. Ол ғұмыры бойы хаттың қызға, табиғатке, тұрмышқа мәрхие жырлаушы мәхәббәт жыршысы. Менә шушылар ашат туған халқына болған мәхәббәті урғып шыға. Ике қаршылықтан тұрған будысы бик үзенчәлекле була. Бір вақыт Нұғман Киік Басвар шигырен күтәреп килә һәм үзе көйләп тә ала. Бу романстагы җиңел моңсулы, уйчанлык һәм борчу аны вокал шедевры биеклегенә күтәрә. Рөстәм Яхин, Киек Басвар романсы. Башкара Татарстан Республикасының халык артисты, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Римма Ибрагимова.
Республики Татарстан Римма Ибрагимовна. И оркестр народных инструментов Казанского государственного института культуры, дирижер Расим Ильясов.